Бақытты сәттердің бағала бәрін. Бүгін келдің бұл үйге ақ келін болып. Айналарсың жаулықты анаға жаным, айналарсың жаулықты анаға жаным. Келін келді халайық, келін келді халайық. Сауын айтып баршаға тойдың әнін салайық. Оң аяқпен кіргізіп ел батасын алайық. Оң аяқпен кіргізіп ел батасын алайық. Келін келді ағайын, келін келді ағайын. Төгер мекен еліп, ақ фатадан нарайын. Ақ тілекке толтырып, мынау тойдың сарайын. Ақ тілекке толтырып, мынау тойдың сарайын. Құрметті көрермендер, бірнеше секундтан кейін біз бастайтын боламыз. Ұялы телефондарыңызды өшіріп, керемет көңілге отыруларыңызды сұраймыз. Олай болса, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Камера, дыбыс, жарық, микрофон, кеш жарық, көрермен, шапалақ, көңіл күй керемет. Бастаймыз. Алдарыңызда Асаба Самат Дәулетбай. Ойбай, мынау не деген шапалақ, шөмекейлер, аюлар қайда? Мына беташарға жиналған ата-апалар, туысқан бауырлар, жас үлкен кісілер, жастар, достар, былай шайықшы, қалай басталады, солай аяқталады, дұрыс па? Бүгінгі тойды күшті өткізейік. Сіз болып, біз болып, Құдай қаласа беташарда бір-екі күннен кейін үйлену тойда қызмет етеміз. Сондықтан мына сахнадан қайттан кірейін. Өздеріңіздің кішіңіздің баласы ғой, өзіміздің ауылдың баласы деп әдем күтіп алсаңыздар, мен де сізді әдем басқарам. Сондықтан қыранның бүгінгі беташар тойын күшті өткізуге дайынсыздар ма? Сондықтан қайтадан крем, улап, шулап, күшті қып бастайық. Позитив, настроение, той құтты болсын ағайын. Қайтадан келдік. Жақсылып келіп жаңадан, той еді көптен қалаған. Туыстың бәрі осында, жиналды ауыл қаладан. Қуанып келді бар адам, жүректен тілек тараған. Қошеметіңмен ағайын, ортаға шықты тамадан. Шапалақ соқ, 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 әне халқым, шаттанып шапалақпен шаба беремін. Шапалақ соқ, 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 әне халқым, әніме сала, сала беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, жаныңа бара, бара беремін. Айғай шу қайда?
залда шынайы қуанып, билеп, шапалақ кім ұрып отыр, сол кісілердің үйінде күнде той болсын. Ай бәрекелді. Сөздің басы бісміллә, бісмілләс іс қылмай дейді қазақта. Біріншіні ата-бабалармен мұсылман шамандасып болайын. Тойларыңыз шаңырақта тарқамасын, шаттығың абыройды арқаласын, дәулет байының саматы алдарыңда. Ассалаумағалейкум, ал талашын. Алды енді бүгін алталаштың басы қосылмаса да, ағайын туыстың басы қосылып бүгін дүбірлеген беташар тойымыз ағайындар. Сондықтан қазақ аттан құласақта, салттан құламаған қазақпыз. Бүгінгі дүбірлеген тойымызды сіз болып, біз болып, сыйластықтың орны шіркін бөлектім. Көпшіл болсан көпшілікке керексің, атағыңда абыройыңда дым емес, сіз біз есіп, сыйласқанға не жетсін дейді. Сіз біз болып әдемі өткізейік. Мына келіндерін шақырмастан бұрын осы тойдың иелері Жеңіс папа мен Гүлбану маманың ортағын шақырайыншы. Қошеметтеңіз той иелері. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Гүлбану, Жеңіс папам қайда? О кісілер біле ма, баласы үйленіп атыр. Наяқта 300 адам отырық, беташарды күтіп отырық, дұрыс емес па да? Ортаға шақырып, сол кісілер көрейін деп едім, түрлерін көргім келіп тұр Жеңіс ағаншы. Бағадан бері Жеңіс аға деп атырық. Құрмет қошеметпен той иелері! Айғай шумен қасылайық! Сіздердің бар ғой, түрлеріңізге қарасам бір қыран үйленіп атқан жоқ, қыранды ұзатып атқан сияқтысыз. Адам деген келін түсіп атыр, қуанып, настроение, ассалаумағалейкум Жеңіс папа. Көңіл күй қалай? Әдем. Бүкіл зал танып отырсыз ба? Жандарым бәрін Бәрін танисыз ба? Иә, танимын. Мына екі кісіні танисыздар ма? Мен қуанышыма бөтен адам келмейді ғой. Соны айту үшін микрофонды алып отыр ғой, сонда мына кісі. Бөтен адам келмейді дейді. Мына енді папа мама тойларыңыз құтты болсын. Бүгін беташар, ертең құдалық, ары күні үйлен той, оның ары күні тау, одан кейін бау, 30 күн ойын, 40 күн тойында. Құдай қаласа воскресенье үйге жиналамыз деп кәсәк-кәтік жіберейін ба сіздерші? Алла қаласа, енді бүгін әкеміз бен анамыз ерекше қуанып жүр. Мына қазір келіндерін шақырмастан бұрын мен қыранның атынан, менің әкем, менің анам ең жақсы адам деген бір күшті әнім бар да, сол әнмен күштік баста жіберейік. Мен ортаға тұрайын. Мынау немерелеріңіз ба? Гүлбану? Нәсіп болса перед последний. Так, өтер қойды ма, Гүлбану? Неға кет? Ойба, предпоследний дейді? Молодец, молодец. Жоқ, жатпайсыңдар айды. Мамам ғой енді, папам молодец. Мен ойлан, енді немерелер шыға, енді бала үйлендіріп атқанға. Дұрыс, дұрыс. Мынау енді қыранның атынан қабыл алыңыздар. Мен ән айтам, сіздерден просто күліп ойнап, шапала құрып отырсаңыздар болды. Жеңіс папам, Гүлбану мамам, той құтты болсын! Әкем менің асқар тауым шынарым, анам менің мөлдір кәусар бұлағым. Әкем анам аман болса өмірде, сол емес пе тірліктегі жұмағым. Менің әкем биік тұрар басқадан, менің анам барлығынан жақсы адам. Әкем менен анамызға қошемет, дәл осындай дүбірлі той жасаған. Папамызға шапалақ, мамамызға шапалақ. Жеңіс папам, Гүлбану мамам, сіздерге қатты шапалақ.
Екі жасқа махаббат, шөмекейлер қайда, аюларың қайда, туысқандар, нағашылар, апаталар қайда, тойлар құтты болсын! Ай, бәрекелді. Зал, көрдіңіздер ғой, зал дайын, сахна дайын, келін дайын, той иелері дайын, я? Күліп ойнап, дұрыс жүріңіздер. Өте қуаныштымын. Құдайдың берген қанша баласы қазір? Кімде? Гүлбануда қанша бала қазір? Документальный 4 ғой. Ау? Документальный 4. Документальный дегенде бола ма не? Құрметті ағайындар, мінекей Астарлы ақиқат бағдарламасына қош келдіңіздер. Документальный 4, документсіз қанша баласы бар, сұрайық. Гүлбану ортаға келіңіз. Гүлбану ортаға келіңіз. Күйеуіңіз не айтып тұр? Білмеймін. Мінекей Түркістан облысынан Гүлбану деген қыз келіп отыр. Өзінің шағымын міне бізге айтып отыр. Документпен 4, документсіз қанша болып жатыр? Көп. Оказывается, күйеуі әйеліне құсайды екен, апама жездем сай қосылды. Документсіз қанша жем көп деп тұр, Құдай қалса. Алла разы болсын. Үйленіп атқан бірінші бала ғой, я? Құдайға шүкір. Құдайға шүкір, я? Қанша ұл, қанша қыз? 3 ұлымна кішкентайым. 4-ші қыз әлі, маладес. Тойларыңыз құтты болсын. 3-ші ұлдың туған күні. Мына точный көреміз бағдарламасы болайын деп тұр, ағайын. Мінеке Қазақстан, ел арна Қазақстан. Не дейсіз? Оны сұрамай-ақ қойыншы, жақсы. Отауласқаныз қанша жыл болды? 25 жыл. 20? 26. Құрметті ағайын, той қызық болайын деп тұр. Басы қызық басталды. Іштен кетпейді, ең басы әкем анамның тойы құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Рахмет. Енді маған анау қызық болайын деп тұрған, қазір келіндеріңіз ар жақтан шығып былай қараса, апалар мен аталар артта тұрып қалса, қалай болады екен? Или мына жақтан былай қаратамыз ба? Мынадан былай қарай ма? Болды ғой, бізге әйтеу үлкендер ұспаса болды, құбыламын жақта еді деген сияқты. Жоқ, ондай кісілер де бар, шығатта тамада не істеп тұрсың сен деп. Осылай үлкендерге ыңғайлығып былай істей берейін ба? Рұқсат қой, я? Главное, әйтеу үлкен кісілерім риза болса болды. Ал, рұқсат болса, бисмилля, не абысындарымы дайын, жеңгелерім дайын, қазақи киіммен өздеріңіздің әппақ келіндеріңізді қарсы алыңыздар. Даланың дарыны ананың тәлімі дарығандай, өзіңдей аруға қол жеткен жанның бағы бардай. Тарбаға тайдың елігі, шығыстың болған көрігі, батыстың дара ер жүрек ұлымның аттың. Өшпесін сезім жаққан жалын, арайлап атсын ақтаңдарың, даусыңа қонған зыңғыры мөлдір болақтың. Қазақтай қайсар өрелген. Тыңдайт, ал. Байлап қойайын. Байлап қойайын ба? Ойбай, жоқ, үйге алып кетейік деп байлаңыз. Байлаңыздар, байлап алайық, бисмилля. Кеше Шардарада, Шымкентте Беташарда болдым. Сөйтіп осы келін шығып еді, сал, шапала құрып, ойбай, Шардарада. Рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, ортаға назар аударайық. Қазір ішіп жеуге уақыт беріледі. Беташарды ашып алайық. Бүгін бәріңіз беташар үшін келіп отырсыздар. Сондықтан мына қасиет қара домбырамен беташарды бастамастан бұрын өзіміздің ауылдан бері келе жатқан Беташар деген бір тамаша ән бар. Сол Беташар деген тамаша әніммен бастап берейін ағайындар. Әдемі көңіл күймен. Ал, той құтты болсын, бастайық.
ашып келіннің көрімдігін алайын. Бетінде келін ашқаным, жаңа жұртқай қосқаным, жас үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жасқаным. Келін келдау туғандар, ағайын бауыр ұландар, ата-анасын қуанды, көрімдігін сұраңдар. Тойдың күнау ашылсын, қот бауырсақ шашылсын, бір-біріне мынау жұрт көрімдігін асырсын. Асыл сөздай өлейін, көмекейден төгейін, ақмаралдай келіннің бетін ашып берейін. Әдеп сақтап тұрыңдар, шуылдамай ұл қыздар, ата-анадан жалғасқан салтанатты шырым бар. Сыйлыны, көңіліңе тыймыны, басқа ауылдың бір күнін, бұл ауылдың сыймыны. Айналайын жас келін, көңіліңе тыймыны, қызға келін болу хақ, бұл Алланың бұйрығы. Бұзылар деп сымбаттың, сеттен қақпа келіншек, сәбиің даушылатып, сүттен қақпа келіншек. Баласаның екеумен, шеттен көрме келіншек, Ассадағай шетеуден, көптен көрме келіншек. Не деген настроение, не деген қошемет мына Құдай-ай. Қыран үйленіп отыр ағайындар. Әуел бастан бастайын, асықпайын, саспайын, ағайын мен туысты таныстырып тастайын. Халқыңа әлем дана бер, алғыс елден ала бер, атын атап кетейін, келін сәлем сала бер. Өтсе де жыл ғасырың, ешкім ғұмыр болмайды, әуелі сәлем ете ғой, Аллахым сені қолдайды. Қолда барда тартынба, жұмасайын барыңдас, өлі риза болмасай, тіреш қашан байымас. Аталардың батасы ұрпағына жарап тұр, әруақтарға бір сәлем, төбеден анау қарап тұр. Мына құрметті ағайындар, уже бір апам келді, құбылаға қараңдар деп. Енді соны не істесек болады? Айттым ма, айтады дедім ма, апаларым айтады. Мына осылай аша берек пе, айналдырайын ба енді? Ау? Я қазір келінді айналдыру үшін ана жақтан 40-50 ата-апаны неға жылжыту керек болады о кезде. Қолына аяқты бердім, берік өзіңде. Енді ол көп тыңдасақ әркім әртүрлі айтады. Өзіңе ыңғайлы қылып, елге жағымды қылып, қарастырып өзің қарай берсейші. Болды. Құрметті ағайындар, той иесімен сөйлестім главны. Ол кісінің одобрениесі түсті. Жоғарыдан хабар келіп отыр үкіметтен. Келін қай жаққа қараса да ең бастысы Алла разы болса болды емес пе? Ең басына ата-апаларым разы болып, баталарыңызды берсең, былай қараса да, былай қараса да, былай қараса да, жастардың тәрбиесіне байланысты барлығы. Сондықтан ата-апаларға ыңғайлы болу үшін осындай шешім қабылдадық. Сіздер өз орындарыңызда әдемі отыра беріңіздер. Енді жаңа әннің соңында көрдіңіздер ғой, әруақтарға бір сәлем деп, біз сәлемді бастап кеттік. Өлі риза болмай тірі баймас дейді. Қыранның ата-апаларына дәметіп атқан барша әруақтардың рухтарына келінжан иіліп тұрып, бір, мыналар өсек соғып тұр ма? Бір сәлем. Аха. Арасына артқа қарап тұру керек екен кішкене. Екеуі келінді алдыға қойып, орамалдың артынан былай ұрып отыр ғой. Молодец. Құрметті ағайын, енді мына келесі енді платный сәлем басталды. Мына жерде көрдіңіздер, ортада табақ тұр. Аха, мына Алла разы болсын, әруақтарды сыйлап салып атқанға. Мынау енді қазір аттарын айтқан кезде бірінші аяқта әр топтан бір 30-40 адам. Мен бірінші бәрін айтып алайын қазір, сіздерге беташардың ережесін сәл-пәл түсіндіріп өтейін. 30-40 адам бірден айтам, 30-40 адам бірден шығасыздар.
бір-екіден келіп кетіп қайттан кіріп ондай болмайды. Топ боп кеп, топ боп әдем билеп шығып, билеп кетейік, дұрыс па? Біріншіден, екіншіден, наличный ұмыт кеткен кісілер болса, қыранның Каспий Голдын аудара беріңіздер. Қазір дамыған заман Freedom Bank, Каспий банк, Халық банк, әйтеуір салсаңыздар болды бізге. Сондықтан наличный де болады, аудару да болады. Билеп шығып, настроение, айтады ғой, туысқанның тойында қуана алсаң, саған да сондай той жұғысты болады дейді. Мына араларыңызға қыз өсіріп, ұл өсіріп атқан кісілер көп, мен қазір білем, танимын жартысын. Сондықтан сіздерге де келін түсіруді, қыз ұзатуды, осындай дүбірлі той сіздерге де жұғысты болсын. Қазір мына құрметті ағайындар, өнер адамына ең керек нәрсе, өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді қазақта. Деп бастап атқанда, шап, ойдай деп қойсаңыздар бар ғой, мен ары қарай деген күшті қып аша берем бетті. Сондықтан, бәрекелді. Мына хотя бы бет ашарды кезінде сабыр сақтап, әңгімені қоя тұрып, ортаға қатысып, мен не айтып атырмын, беташарда қандай өсиет болып атыр, соларды бір тыңдап тұрсаңыздар болады. Мен мына риза болып тұрған бар ғой, әйелдердің тып-тыныш отырғанына риза болып тұрмын. Мен наоборот мына жақ гуілдеп, еркектер тыныш отырам екен десем, наоборот аталарым ұрып отырған яқты әңгімені. Сондықтан жігіттер, ағалар, сіздерге сын болады қазір әңгіме айтып отқандарыңыз. Жігіттер деген тып-тыныш жігітше болу керек қой. Сондықтан давайте өзіміз болып, бәріміз күшті өткізейік. Ал бастайық. Аха. Ой, мен көмекшіме рахмет. Соңында 5000 теңге берем. Шабала ұрат шығар деп тартып отыр қой енді. Ой, мамегім түсіндіңіздер ма? Ойбай, қалқынып қалам ба деп едім. Әйтеу түсіндіңіздер. Жарысып болашаққа жорға желмен, Алла қолдап қауышы қардақ елмен. Таспа жырды тартайын тарту етіп, шалдардың қамсындай талдап үрген. Сырғанап жанарлардан пәк тамшылар, ағайыным қуанып жатқан шығар. Дүлдүл менен бұлбұлдың бәрін жидың, бүгінгі дүбірлі кеш қызығың ей. Ассалаумағалейкум, амандастың жиналған осы тойдың қауымына. Алқалы жұртым армысың, төрт көзің түгілі бармысың? Көрмегелі көп болдай сағынып қалды жаным жын. Сіздер деп жырлап өтейін, кеткенше бойдан әлі көшем. Ұлыңды ақын еткізген, өздерің берген алғысың. Қарамай кетсең анаға, қаларсың босқа табағай. Ананың көңлін қалдырған баланың жолы боламай. Атаның сағын сындырған келіннің жолай боламай. Келінді кейін сарлатар ішінен шыққан балада.
ағайын барлығыңдан арсың деймін, дәл бүгін жұлдыз бағымы жансың деймін. Аюлар шабалағың бәсеңдеу ғой, қайда онаған құмарым қансын деймін. Шабала құрмай отқан ағаларым правасынан айырылып қалсын деймін. Шабала құрмай отқан шеңгейлердей ағаларым шабалақпен салсын деймін. Шабала құрмай отқан аталардың пенсиясы қысқарып қалсын деймін. Шабала құрмай отқан әжелердің шалдары бір-бір тоқал алсын деймін. Мынау енді арасына әзілдеп тұрам енді, ренжімеңіздер, той күшті өтуі мақсатында ғой. Әзіл әңгіме күлмекке, бұрама жол жүрмекке жақсы дейді. Мынау енді ең алғашқы сәлемді мен күшті қып шақырым кеп отыр. Ауыл барма қариясыз, қарасыз. Олар сөзден зор ғибрат алас деп қыранның ата әжелерінен бастағым келіп отыр. Ең алғашқы сәлем, қазір бәрін айтып болайын, жаңағы келіскендегідей бірге шығайық общий. Раушан апамның құрметіне, Тұрсын атасы, Үмітай апасы, Айназар атасы, Базаркүл әжесі, Қыдырбай атасы, Мәрзия әжесі, Бұқар атасы, Гүлмира әжесі, Ақан әкесі, Мәрзия анамыз, Марс атаммен Жанат анасына, Маркс, Жанат анамыз, Кенжебек, Гауқардай, Аманжода аталарысымен Сырға апасына, Бегімбай атасы, Салтанат апасы, Қайрат атасы, Бексұлу, Қанат Ұлмекендей, Әсіл Арушадай, Әлібек Бермет, Сәнімкүл апамызға, Палуан әкеміз, Марат әкеміз, Файзулла, Нағашыбай атасы, Гүлзада апасы, Нарзибай Ғалия, Нұрлан Қаламқастай, Райхан апамыздың құрметтеріне, Қыранның ата әжелеріне мың сәлем! Шашудан алайық ағайындар. Мөлдір көзің, сыңғыр сөзің, ғашық қылдың тек өзің, қалайына таусылды төзім. Сәлемді сен қарамай, кездесуге келе алмай, менен басқа сүйгенің бар ма? Сәлемді сен қарамай. Және де Райымбек атасы қалып қойып, сол кісіні арна деп шақырайын, сырым екен ол кісі. Райымбек атасы, Райымбай атасы, Райымбай. Ой! Тоқта, кошелек ашты. Ап, бәрекелді. Алла разы болсын аға. Жаным, әйтеуір, ішінен ең майдасын іздедіңіз ғой, Бір қыз көрдім әдемі, неткен сұлу жан еді. На ортаға билеп шыққан ата-апаларға бір қошемет қойсаңыздар болады. Беташарда кішкене балаларыңызды ұстай тұсаңыздар, ана тағы да орамал ашып жүрмесін құрсын. Хотя бы беташарда ұстаңыздар, балдардың пособиясын алып атыстар ғой, қараңыздар, тудыңыздар ма, қараңыздар енді. Ал енді мына ата-бабалардан кейін нағыз той иесі Жеңіс атасын, Гүлбану енесін отдельно шақырамын. Бір-бірден шақырам, папа, мама, тастай беріңіздер ақшасын, мен мына табақты вообще алмаймын. Менің вообще қатысым жоқ табаққа. Сол үшін 5, 10, 20, 100 доллар тастай беріңіздер. Бұл жастардың ырзық несібесі. Тойына көмек болсын меннен, Құдай қаласа. Мен бұлай аша берем ағайындар. Просто 500 мың берсеңіздер болды деп. Қайда кеттің? Гүлбану, қазір күйеуіңді шақырам ғой бірінші. Мәна қызық еп осы отбасылар қыз. Жаңа тойдың басында көрдіңіздер, оғандай болып отқан.
анау тұрған қайнатаңыз қаятаң, барма баққа саятаң, қайнатаңды мен бүгін билетем әрі ойнатам, екезуін жайнатам, жеңіс деген атаңыз бәрінен де баталы, бәрінен де жанары, сен келді деп келін жан, көрімдікке хотя бы 10 мың теңге салады, анау тұрған атасы, жеңістей қайнатаңа мың сәлем. Жүректегі құзған сезім қамалыңды, сағынумен жүрмін аттың жанарыңды. Әй күлімдесең етті түймей қабағыңды, күттірмексің қанша енді жауабыңды. Әй дұрыс жүрек қабады, дұрыс сенсің қалауы. Бір жеріңіз ауыр жүрма, баба? Или настроениеңіз бәрі жақсы ма? Просто келдіңіз да бүйтіп 10 мыңды маған бір міндетсін лағытып кеттіңіз да. Бір как будто мен келін алып атқан сияқты мына жерде. Мен алсаң алшы деген сияқты бүйтіп. Енді бірақ ер азаматтар салмақты болады ғой, енді папам может ана түр бүйтіп тұрғанға жүрегі ақ негізі. Сенің келін, мен келін қазақтың келіні ғой, енді ол Шабалар қойыңыздар, мә. Сөз тапқанға қолға жоқ дейді. Любой ситуациядан шығып кетеді ғой кісі. Ал келесі, мынау тұрған енесі, кімді жаман десең де, әлі емес Гүлбану, әлі емес. Гүлбану, Гүлбану деп айтам, сол кезде шығасыз. Мынау тұрған енесі, үйдің өткір жебесі, осы әулетті ұстаған қабырға мешегесі. Следующий келін, следующий, сейчас вообще ныреши, енелер вообще хороший, енелер вообще молодцы. Гүлбану сенің маман ғой, Гүлбану сенің анаң ғой, шай ғой десе келін жан, 120 мен баға ғой, айтқан тілді ала ғой, ол да саған баға ғой. Гүлбану мамама мың сәлем. Енелерін қарап отыр артыңда көп. Мына маған ба? Гүлбану, сәлем бердік. Папаға қарағанда маманың понятиясы жақсы екен. Жаным Гүлбану, 100 жаса, 110 жаса, өлгенше тірі жүрші Гүлбану. Гүлбану десең мен билегенде мен де салатын ем. Мен билемедім ғой. Жібер музыка. Жібер музыка! Папа! Әшейін сылтау екен ғой. После пожар зачем насос деген бар да. Болды, осығанда қанағат. Папаммен спорласпайым деп шештім бұл өмірде. Асқартап әкелеріміз аман болсын. Бұл кісі енді қызық өтсін деп атыр ғой. Әкеміз Гүлбану мама, Жеңіс папа, главный келін құтты болсын. Бәрі әдемі, бәрі күшті. Келесі сәлем кімдер еді? Ойба, аға жеңгелер, дайын тұрыңыздар. Аға жеңгелерімізді кәм күштіріп шақырайымшы мен. Келесі кезек қайнаға жарар пайдаға, інісі келін алдау деп көрімдік бермес майдалап. Қайнағалар керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын себелеп. Абысының тағы бар, басында үлкен бағы бар, иіліп сәлем салсаңыз алдыға ағалар.
анаға абысындарға мың сәлем. Ортаға мен шақырайын Искандырдей ағасы, Оля дайын жеңгесі, Алмас дайын, Ажар дайын, Самат пенен Меңтай, Сағат және Мереке, Құрманғазы Мөлдір, Бауыржан және Мөлдір, Мерғани мен Гүлжанат, Нұржан Нұрбол жұбайлары мен Манат дайын ағасы, аға жеңгелеріне мың сәлем. Сен бір көргенмен ұнаттым деуге, сенбеймін жүрегімде жылаттым деуге, көктегі көңілімді құлаттым кейде. Ай жаным, ай жаным, көрінген қызғалдаққа құматтым кейде, жүрегімді жұбаттым. Әнім сен сәл артқа тұр, сәл артқа, ана орамал жерге түсіріп ама. Тағы да қатты тартып бетін ашып берме. Бата беріп білгендер, аман есен жүргендер, аталарым апалар билеп шығар ортаға. Ей шапалақ қайдай, ата мен әжені сыйлаймыз ғой, себебі ақ келінім иіліп сіздерге сәлем береді. Ауылымыздың ақсақалдарына мың сәлем. Бір әдемі қошемет. Ауыл ақсақалдары 40-50 адам бірден оптым шығайын деп тұр. Сақияға, Сақида әкемізбен Зағип апамыз, Нұрмақан аға, Тұрбек аға, Оразгүл анамыз, Алтын апа, Күнсілу анамыз, Құдайберген аға, Тазагүл әжеміз, Беркімбай Сафура, Ердулла Бағда, Қарзибай Ғалия, Айтбай Салиха, Жандулла мен Бақтыгүл, Әлібек пен Бибажар, Бақберген мен Тақын, Асқар Жәмилә ортаға, Алтынбек пен Әйгерім, Кенжебай Алма, Дәулет пенен Хамида, Райымбай мен Роза, Райымбай мен Айжан, Алдияр мен Айым, Еснияз мен Гүлімхан, Дәулет пенен Айна, Амангелді Жақсыгүл, Алтынбек пен Ләззат, Нағашыбай Самира, Асқар Бағила Толик, Әсем Гүлмейра және Тамара, Серік пенен Нұржамал, Жалғас пенен Зоя, Санду, Бақыт, Қарлығаштай, ауыл ақсақалдарына мың сәлем. Көгірікті дегенде көгірікті, көгіріктің сабағы көгірікті, оралыңның барында ойнада гүл, ойнамаған күлмеген не көрікті. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Билеп настроение, ауылымыздың бірегей ақсақалдары, ауылымыздың тұрғындары, рахмет. Қара жерге қар жауса қақтырмайды, біздің жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылыңның сыртынан әнге салсам, кемпір мен шалқыр жыңдап жақтырмайды. Гүлбану, сіз тұра емес, просто айтайын дегем, толайын деп анау ақша. Нормальный түсіп атыр, уайымдама. Әлі екінші сәлем кетіп атыр, 5-6 бар, уайымдамаңыз. Өз өзін жабат, Құдай қаласа той. Өсілген алмадайын, әпкемнен айналайын,
әпкемді бақытты еткен жездемнен айналайын 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 өзіңнен әпкемнен де жездемнен де айналайын 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 көзіңнен жездемнен де әпкемнен де айналайын әпкелерім де жезделеріме иіліп тұрып мың сәлем ортаға шақырайын әпке жезделерім Бақтыбай мен Алтынай, Қалыбек пен Маралдай, Райхан және Клара, Сейтен менен Рано, Тәңір берген Лиза, Мақсат пенен Пернеш, Айдын менен Айкенже, Дауыс пенен Гүлнар, Талғат пенен Мира, Мәриядай апамыз, Дәурен менен Ләзәтті, Әсембек пен Жанар, Айбол менен Бексат, Әсіл менен Тыныш, Қайрат пенен Жазира, Эльмира, ортаға билеп келмей ма, көрімдікке қачабы 5000 теңге бермей ма, Ырса деген апамыз, Бақтияр мен Зыбира, Шернияз мен Данаға, Жүзбай менен Патима, Бақытбек пен Хамида, Жанаттайын ортаға, Сәбит пенен Балшекерге, әпке жезделерге мың сәлем. Үзілген алмадайын, жүзіңнен айналайын, езілген ел жүрегін, сезімнен айналайын, 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 көзіңнен де, Өзіңнен де, айналайын, көзіңнен де, өзіңнен де, айналайын. Молодцы! Айналайын. Айналайын. таң санып таңданайын, әніммен аймалайын, керемет келбетіңнің бәрінен айналайын, 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 көзіңнен де, өзіңнен де, айналайын, көзіңнен де, өзіңнен де, айналайын. Мына көйлекті қарасайсың, ойбай. Мына Тоқаев айтқан екен ғой, тигр деген сіз екенсіздер. Молодец. Мына әпке жезделер билеп жүріп салып кетті ма, алып кетті ма, түсінбей қалдық қой. Салды ғой, вроде, Гүлбану қарап тұр. Бүгін енді беташар той болған соң асықпай басқарып жатырмын ше. Өйткен бәріміз осы беташар үшін келдік қой. О тамақ, памақ, салат ол үйде де бар ғой, Құдайға шүкір. Бұл жерде қазір беташардан кейін ат дұшып отырып ішіп жейміз, Құдайға са. Қуанышым көп менің, сенсіз күйді шертпедім. Қыз алысып қыз берген, құдаларым көп менің. Құтталарым-ай, құттағилар-ай, құтталығың мың жылдық болсын деймін-ай. Апталарым-ай, апаларым-ай, болып жатқан тойларымыз құтты болсын-ай. Құтталарға иіліп тұрып бір сәлем салай, құда менен құдағиым билеп шықсын-ай беу. Ойбай, ортаға шақырайын. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын дейді. Есен апамыз құдағиымыз, Мәлкен құда Зағипа құдағи, Сәдуақас құда Нұрсұлу құдағи, Асан Бибі Қадиша, Бекман Гүлсара, Мәлік Эльмира, Құтан Бану,
Жәрікке Гүлайымдай құда-құдағи, Ерназар Ғалым, Қанат Гүлжамал, Құрман Зере, Баймағаммет Қымбат, Сақи, Мейрамкүл апа, Алтынбек Балзира, Балзура, Оразгүл Камила Эдгар, Тамара ханым Тұрсынгүл, Алмагүл Мереке Айжандай, барша генерал құдаларға мың сәлем. Құда болсаң шыда, бір болуды бақытты бала, құдағилар қайда? шын сыйласу анық махаббат. Ән саламын қуанамын, келді қайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын, келді қайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Ұл қыз бағып жарқырап еді, той думаным халқыма көрек. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың Бағана тигр ма мына аяқта жүрген? Или басқа ма? Любойна шыға бересіз ба дәдесіз? Тұрс, білгеніңіз теңіз апа. Ешкім біліп атқан жоқ. Құрметті ағайын, құда-құдағилардан кейін арнайлап Қызыларабаттан келген Аю ағамыз бар. Айтпай ағамды ерекшелеп шақырайыншы, сол кісінің құрметіне. Мың сәлем Айтпай аға. Ұл өсті, қыз өсті, құдағи, Қызыларабаттан келіп отыр. екі жас бас қосты құраби. Ұл өсті, қыз өсті, құдамыз, Мың жылдық болайық мына біз. құда болсаң шыда, құдади, супер мұнаби. Құда болсаң шыда, құдади. Қайсысы айтпай болды сонда? Екеуі де айтпай ма? Болды, анаксы даладан келатыр еді ғой негізі. Молодец, главный тастады әйтеуір. Айтпай аға рахмет. Сәлеміңізге рахмет. Алла разы болсын. Бұл кісі жаңа бүйтіп қалтасынан бүйтіп 2500-лік 1000 теңгелер тұрды да бүйтіп 1000-ды салсам бекен деді. Қой, ұят боларды бәрін аударып жіберді ғой. Алла разы болсын Айтпай ағамызға. Құрметті ағайын, мен ертең мына беташар біткеннен кейін Гүлбану мамаға отчет беремін. Мен көріп отырмын кімнің қанша тастап отқанын. Мен көрмей қалсам да Құдай көріп тұр ғой төбеде. Сол үшін мені алдасаңыздар да халықты алдай алмайсыздар. Біреулер бүйтіп қолын бүйтіп кетіп жатыр ма, бір бәлейде уже. Как будто тастап атқан сияқты. Біреулер наоборот ішінен бір екеуін алып кетіп жатыр ма, біреуін тастап, біреуін 1000-ын тастап 5000 алып кетті жаңа бір қыз. Қайда ол депші. Ал енді құрметті ағайын, мен енді мына списокті той үйлері өздерін 1, 2, 3, 4 деп жазды ғой. Неге ана нағашылар алдына кетпеді, неге біз артына кеттік, олай өкпелемеңіз. Главный бәрі салады ғой. Өкпе реніштен болады бәр нәрсе. Сол үшін тойға болсып, душы отырып демалыңыздар, іштен кетпейді. Қыранның нағашылар қайда бар ма? Ой, маған әкез қыратын сияқтыналар жүрген. Кезделде келер қара бұлт айды көктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Қиналған сәтте қолдайтын нағашыларым, өмірде сіздерді мәңгі сәйгүлік көрем. Ей, сәйгүлік болсаң жетпейтін нағашың ешкім, өлшеулі өмірде мәңгі арасы 5 күн. Бір сәлем салақ келін нағашыларға, жиеннің сонда ұстамас шағасын ешкім. Бір қошемет ұрыңдашы нағашыларға, жиеннің сонда ұстамас шағасын ешкім. Нағашылар билеп шыға қойғане. Қазақта керемет сөз бар, өздеріңізді білесіздер ғой.
домбыраның жақсы болу ағашынан, жігіттің жақсы болуы. Сондықтан нағашылар, нағашыны сыйлағанның қазақта бағашылар дейді. Үш жұрттың ең асыл нағашыларын шақырайын. Серік дей нағашы бастаған, Күләш апам қоштаған, Ибайдулла нағашы, Зәуре дейін нағашы, Кәрім менен Ақгүлжандай апамыз, Айжан менен Ақберді, Аман жолмен Күнсұлу, Есен жолмен Гүлістан, Ақжарқын мен Жақсылық, Бақыт менен Гүлнарға, Сәкен менен Бақтыгүл, Қазбек және Сандуғаш, Сәбит, Назира, Қанат, Айнұр, Ғабит, Гүлайна, Құдаш, Айгүл, Ердан, Нафиса, Серік, Галина, Бағжан, Қайсар, Перизат, Сұлтан, Ләззат, Ринат, Роза, Хамид, Зоя, Болат, Лаура, Нұрлан менен Меруерт, Марат менен Фариза, Сейіл, Назерке, Дулат, Жанар, Еркін аға ортаға, Рахметулла және де Айсылу апа ортаға, Гүлжан және Зілиха апа, Қыдырбай, Жәмила, Құдай берген Лаура, Медет, Айгүл, Марат, Айнар, Назиба, Сүндет, Анархан, Азамат, Гүл, Бақыт ханым ортаға, Сәрсен папа ортаға, Жайман, Гүлбарам, Аман апай, Төрехан, Жаңагүл, Сегізбай мен Гүлмира, Әлімхан, Қырмызай, Серік, Нағима, Жеңісбек, Салтанат, Жұмагүл, Гүлнара, Жұмагүл, Гүлнара, бітті. Нағашылары қайда? Аналардың бірге туған бауырысың нағашы, жиендердің сүйенетін тауысың нағашы. Сендер барда жүректерге бұлтым дейді нағашы. Сендер келіп жиендердің қуанын қарашы. Жүректен бақыт тіле бақытты арнадым. Жиендердің қуанышы жақсы биге жалғадым. Жиендердің қуанышы Жақсы биге жалғадым. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар қалмадың. Тигр кетті, тигр. Мейіріміңді арнадың. Таусылмайтын, сатылмайтын мейірімдісің нағашы. Нағашылар қайда? Алма кетті толабап, көше бойын шағалап, Дастарханның басына отырайық жағалап, тигр қайда? Оказывается, нағашылар бітпеген екен ғой әлі. Мен келесі бетін ашыраппын ғой, ибай. Әйтеу білмеймін, папаның туысқанына қарағанда Гүлбану түкі көп кепті бүгін. Деп ұрыс келтіріп атсаң, Нұрман нағашы, Дана анамыз, Булан, Бағила, Ибагүл, Берік нағаш, Азамат қымбат, Мұқтар, Алиса, Әлия, Ғазиза, Әсия, Баян, Қарақат, Нұрислам, Дария, Инкар, Әлем деген нағашлар келесі бетте қалып қойыпты. Енді ашып отырмын. Күләйім, Бегайым тәте, ол ажақта кетті ғой. Кетті Бегайым. Артында қалып қойған нағашлар ортаға. Той басталды ағайын, әсем әуен салайын, думандатып ортада көңіліңді табайын. Нағашыға қарашы, басқалардың бәрінен биік оның бағасы. Басқалардың бәрінен биік оның. Сағым қуып келемен, сағындырып келемен, қалжыңдасып күлгенде айтқанына көнемен. Бұл сөзге жоқ таласың, сәл салтанат табасың. Бүкіл тойдың көркі ғой, жиен бөле қайдасың. Әрқашанда жақсылыққа тойлауға келетін. Сәлем салсам билеп келер, жиендермен бөлелер.
оттай жанып тұр ғой ойнап нұр сыйлайтын көңілге. Бүгінгі той мына өмір бөлелерсіз өмірме. Бүгінгі той мына өмір жиендерсіз өмірме. Сәлем салсам билеп келер бөлелер мен жиендер. Сен ұмыт қапсыздар шабалақ ұруды. Бөлелер Садық және Шамал, Айсұлу ханым ортаға, Қарлыға және Бақтыбай, Базарбай және Гүлзамира, Бақтыбай мен Тұрдыгүл, Қылыш және Жанардай, Альберт Жұбай мен ортаға, Назира, Ақан, Құрбан менен Роза, Мейрамбай мен Зүлфия, Алтынай Толқын Қуаныш, Айгүл Бақтыгүл Шәргүл Мерка Шандос пенен Өсентай, Әлеш, Әйгерім, Нұрсұлтан және Маржан, Құрбанкүл, Ғалым, Есбол және Райса, Есен әлі Әсем, Есенбек пен Эльмираға, Ақылбай мен Шарқынай, Тойғабыл мен Гүлшат, Ғабит пенен Перизат, Нәжім Мәддин Әлия, Нұрлан менен Қарлығаш, Асылбек және Камила, Әділбек пен Амангүл, Ғалымжан Гаухар, Дәуіржан, Асқат Әсел, Әмина Айбол, Алдияр Әсет, Әділет Саламат, Бексұлтан Айсұлтан, Нұрдаулет Әсетей барша бөлелерге мың сәлем! Айлардың сөзің, ерінің бітті қолдың айғаза қызыл. Бөлелер қайда? Оған не сөзім, сұлап қара көзім, сұлап қара көзім. Ұнаған, шеберегім келді, күн сайын күн оған. Көптен сұраған, жанымды таза, күнәдан, күнәдан. Мені сүйседе мұңару мұяра, мен тек соңғыза. Енді бөлелерге бөлем үшін өлем деп келіп не көрімдігін салып атыр. Жиендерге де бір сәлем. Жиендерін атап өтейін. Нұрлан аға, Ерлан аға, Руслан аға, Қуаныш, Арай, Қымбат, Жанерке, Дәурен Балауса, Азамат, Қанағат, Сайранбек, Султанбек, Айжылдыздай жиендері Фариза, Айлан, Айбын Медина, Қуаныш, Айнұр, Қайрат, Аяру, Нұрсила, Нұрғазы, Сафия, Нұрғиса, Нұр, Асылым, Жаслан, Айгүл, Жайнарбек, Айжан, Арман, Құндыз, Гүлбала, Дана, Ерали, Аянат, Батыр, Тамири, Сабыр, Мәдина, Қуаныш, Димаш, Аян, Берекет, Ләззат, Асылымдай, әулетіміздің жиендеріне мың сәлем! Жиендер! Кел бауырым, еңсері өмірдің жел дауылын, бала кезден бір өскен мен бауырың. Ешкіл ойна. Кел бауырым, тереземіз бәріміз тең бауырым. Қайда келсем Нормально ма бәрі? Өсіп арасынан тексеріп қоямын ша. Бұл жай айғайладым просто, шапалақ ұрсын үш деп. Гүлбан мамам түргенде тұрады ғой, дұрыс қой? Түргенде тұра ма? Той болғанда түргенімнің түрінде, еленуің керек деймін сеніңде. Осы тойды көтерем деп кеп отқан, кім бар екен көршілерден өмірде. Біз екеуіміз бір көшеде тұрамыз, көршілерім қабыл болсын дұғаңыз. Көршілерге иіліп тұрып мың сәлем, көршілерім билеп шығамыз. Көршілерге иіліп тұрып бір сәлем. Айтып алайын, или білеме бәрі?
Аттарын атап түссе айтып алайыншы жаста ертең атым айтпай қалды деп шығады. Бейсен жарқын Қалдыгүл тәте ортаға, Нұрдәулет пен Гүлзира, Мұрат пенен Гүлайдар, Алтын апай ортаға, Мәрия апам ортаға, Гүлайым тәте, Тұрсын Нұргүл Жәнібек пен Баян, Харезм дейді, мәшалла. Амангүл, Гүлшат, Парахат, Бақтыгүл, Бақыт пенен Жұмагүл, Тәңір берген Шахида, Ерболат, Айдар менен Сайра, Абылай мен Сақи, Жаслан мен Жадыра, Бұлан менен Мөлдір, Еркінайдай тәтеміз. Көршілерім ортаға! Alban alban güllerin alıp Atrafınca nazarlar salıp Mahallege keler edip Musikanı koyup alıp Halı hamam yadımda Koyun dedin yanımda Seni candan sevgendim En gülleyen anımda Kok jiguli, kok jiguli Eslatlarda sevgimizde er jiguli Тигр көршілермен де жүрмі мұна кісі. Ағайын туыстар бітірді да, енді көршілерге көшті ғой. Маладес. Жаңағы Харезм деген кісі шықты ма? Неше түрлі ат қоя берген кезінде, я. Самарқанд деген біреу шығатшар қазір. Ташкент деген. Мұна байқауымша салда 99% ауылдан келдіңіздер, дұрыс па? 1% арасында 1-2 местный болуы мүмкін. Уайымдамаңыздар, өзім де көшіп келгенмін. Сондықтан ауылда келгендер бар ма? Salom halkım salom O'zbekistonum O'zbek, Turkman, Qozoq, qora qalpog'im Shu vatanni bizga meros qoldirgan Salom mening ey ulug' bobolarim Salom halkım salom O'zbekistonum O'zbek, Turkman, Qozoq, qora qalpog'im Молодец. Өзбекстаным деген кезде дұрыс қой, енді бәріміз көшіп келдік қой. Түбі қазақпыз қой енді. Молодец. Мен мысалы көшіп келгенімді вообще жасырмаймын. Каканес көшіп келді. Бірақ ана местныйлардың тойында Атыраудан келдім деп айта салам. Өткен руым шеркеш қоса, Атыраудың бәрі шеркеште болған соң, Атырау деп құлақтан ұрам ғой. Келді бүгін жанашыры, папа мамамның ей достары. Бір тойына баласының көрімдігін атады. Бірге айтайықшы, достар дос, жүрсің қайда? Еске алысып осындайда бір ауылдың тілеп ұшқан жастар едік. Бәріміз бір өмір жолын, бәріміз бір жазылмаған армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің папа мамамның достарына мың сәлем. Мұна аттарын атап түстерін түстемеймін. Барша Жеңіс әкемнің, барша Гүлбану мамамның подругалары, құрбылары, класстас достары. Bir dostum var eslatadi bolalikni. Bir dostum var o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz. Sog'intirdi
Әжелер қарап отыр, әжелер қарап отыр. Ертең өсекке қаламыз қыздар. Балалар не шошаңдап жүр, не қыла бермеңдер қыздар. Күніне өсіп 3 рет билесеңдер азасыңдар қыздар. бір достым бар қазір мұсафірлікте. Ол қазір мына жақта біраз әйелдердің проблемасы болып жатыр. Мен мамам да билеп жүр қазір. Құрметті ағайындар, Гүлбану маманың коллективі кепті салда. Коллективіне де арнайлап тұрып бір сәлем! Коллектив! Арамыздан жүрегіміз yolup кеткен. Коллектив! Достым бар қарындаштек болып кеткен. Bir dostum var. Коллектив! Көрсемде қалайды ажарың арайлы. Қыздар тез саласына ма өтініш қыздар? Қалайды кейдесін қаттысың ширетім. Сен қыз салдың ба? Все. Бағана классыстармен салдың ба? Онда не қайттан шықтың неға? Айықсан сезімді Неға шыққан адам салып кету керек обязательно. Бағана деп еще отчет беріп тұр ғой, бағана салып кетті деп. Салдым әйтеуір, нормально ма бәрі? Гүлбану мынау толды! 280 мыңдай бар ау ана жақта. Бізде өз екеуі қалды ағайын. Қайныны, қайынсіңлілері, и потом ортаға қыранның достары қалды, сонымен келінің бетін ашамыз, Алла қаласа. Ұмыт қалмаңыздар әйтеуір. Қайныларың түрәлі, қайныларың түрәлі, жеңшемізді көрсек деп. Қайныларың түрәлі, қайның сілің ортада, гүлдей қайын сіңлілер, өзіңменен бір жүрер, бірге ойнап бір күлер. Қайныны, қайын сіңлілерге бір сәлем. Қыранның інілері, қарындастары, Қылыш Зібира дейді, Мәссан Дидар, Асланбек Мансур, Арсен Рамазан Сымбат Мұхаммед, Сара Омар Сұңқар Ислам Нұрайша, Зере Әбдірахман Раяна Қайрат Қайсар, Кәусар Анел Аяла Ақжол Қарлығаш, Дамир Назерке Дәурен Сандуғаштай. Қайныны қайынсіңлерге бір сәлем! Біздің ауылда тұратын қыз теңейтініміз құлағылға. Мынау қайын інісі ма мына бала? Бала, ассалаумалейкум, көке, қалайсыздар? Қайын ағасы сияқты ғана кісі. Қызды жанымда Молодец. Ал қыранның достары бар ма залда? Қыранның достары. Қыранның достары бар ма залда? Ой-бой. Ассалаумалейкум, 66 жылғылар, қош келдіңіздер. Сіздерге қарағанда апаларым жақсы апалар ады ғой. Достары көп, бәрі бірдей болмайды. Қыранның достары ысқырып қол бұлғайды. Қиналған сәтте досымды іздедім, досымнан ешқашан үмітті үзбедім. Көрмесем сағынар, іздесем табылар, қыранның достарынай иіліп тұрып бір сәлем. Класстас, курстас, группалас, ауылдас, бірге жүрген, бірге ойнап күлген барша қыранның достары. Ойбай, шош кеттім қыранның досы келатыр. Атасы екен тұрсын, болды шығып барады. Ойбай, анаяққа келатқанға қор қыран кіммен араласып кеткен деп. Атасы ғой, болды.
Мына қыранның достары чатқа жазған сияқты, балдар 11-де беташар бәрің 5000-нан алып келіңдер, артық тастамаңдар деген сияқты. Малыз байқап отырмын, бәрі 5000-нан тастады. Достар жасай берсін. Шынымен бағанадан бері беташардан бір нәрсені байқадым шы. Мына жерде нағыз той болып жатыр шы, күліп ойнап шы. Мына жерде нағыз құрбан айт болып жатыр мінеке. Бәрекелді. Шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Жұма қабыл болсын мінеке. Қырымлық ойба анау кәмпит жеп отып асқазанмен күліп отырса да деп. Тәте кеше манты жедіңіз ба деп. Құрметті ағайындар, енді мына маған берілген список міндетімді атқардым. Жазылғандардың бәрін оқыдым деп ойлаймын. Енді аттар айтылмай қалып қалған кісілер болса ренжімеңіздер. Мен әйтеуір тырысқанша бар нәрсені оқыдым. Мына келінге айтарым, осындағы барша дүйім жұртқа, может мына беташардың ортасында кеп қалған шығар, может аяғына бір кешіп келген кісілер болса, осына барша аюларға, нағашылар, туысқандарға, класстас достарға иіліп тұрып 3 рет сәлем салып, қошеметтеріңіз келінге. Енді от қызық жеріне келдік ағайын. Шай-пайды қоя тұрайық, кәмпит қоя тұрайық. Қазір тамақ шағат құдай қаласа ыстықтай әбеттің уақыты ғой. Мына келіннің бетін бірінші кім ашса, сол ыстық көрінеді дейді, бәріңіз білесіздер. Сондықтан мен ашпай-ақ қояйын, мен ашсам келіндеріңіз ертең тойға шығып кетуі мүмкін. Сол үшін шай ішіп отырсын деген ниет болса, Гүлбану мама, кім ашады? Өзіңіз ба, или өзіңізден генералдар бар ма? Өзіңіз аша беріңізші. Дұрыс, ешкім тыңдамаңыз, өзіңіз аша. Шеш. Сіңлім. Ана, аюлар жақтан біреу кеп шешінші, аюлар жақтан. Жаным, міне кел атыр. Жан. Ойбай. Аюдай қызға аюды шақыр деген қалай кетті? Міне екінші аю кел атыр, ойбай. Мынау руда аю, өзі аю кел анайсыз. Машалла. Аналарым заман болсын. Рахмет. Тоқта Гүлбану. Кәш бірге ашамыз. Орамалды алваңыз. Әнімізге Алла разы болсын, ден сау болсын. Мен қасында көмектескен, мына ағашты ұстап тұрған әнімізге 2-2 мыңнан берсем бола ма? Әнім, сен салған 2 мыңды қайтардым өзіңе. Бауырым, есімің? Нұрғазы. Құдай қаласа Нұрғазыға да осындай дүбірлеген той болып, бірнеше жылдан кейін Нұрғазының осындай беташар тойында жолға ағайын. Все, арғарай өздеріңіз раза брат ете беріңіз. Андай, көптен бері андай болады ғой. Келін алғысы кеп, баласы андай 30-ға, 35-ке кеп қалған кісілер болады ғой. Соған балаң тұрмысқа, балаң үйленсін деп, сол кісіге беріңіз ырымдап. Көп ұзамай келін алып келсін, құдай қаласа. Ал ағайын, ортаға назар аударайық. Сабыр, тыныш сақтайық ағайын. Келіннің бет ашылайын деп атыр, қазір аталар бата береді. Сіздерге сценарий түсіндірейін. Гүлбану мама, мына жаққа келіңізші. Мына ер азаматтардың дауысы естіліп атыр да қатты. Аталар! Бет ашайын деп атырық, қоя тұрасыздар ма 1 минутқа? Бәсен әйел кісілер маладесе бүгін тып-тыныш, көз тимесін. Мына Гүлбану мама, келіннің беті қазақта қасиетті домбырамен ашылған, білесіз, қасиетті нәрсе бұл. Сондықтан оң қолыңызға ұстаңыз. Сосын домбыраның ұшымен, жәйме орамалдың астын жәйме ашасыз. Маңдайынан сүйіңіз, маңдай ашық болсын. Бетінен сүймеңіз, бет бақу кетеді дейма бір бәле дейді. Маңдайынан сүйіп, таңдайына деп түкіріп жіберіңіз. Сіз сияқты құдай қаласа биыл бала келін болса, 9 ай 9 күннен кейін ана келін болсын, 26 жылдан кейін сіз сияқты дана келін болсын. Дұрыс па? Все. Ал келін дайындал, 26 жылдан кейінгі түріңді көрейін деп тұрсың. Сіз 26 жылдың бұрынғы түріңізді көрейін деп тұрсыз. Аюлар, келін құтты болсын!
Асты салды ғой бұрынғының жүзіңе Мына ашып қайтадан жауып жібердіңіз ба, қалай болды? Маңдайына қарай жақсылап ашып қойыңыз. Ой, жаным. Келіндеріңіз машалла міне сондай күшті. Екі жағындағы абысындары Алла разы болсын. Екі абысын анан арындап беріп отырсыз ба? Онда менде ойбай мына келін не істеп кетті? Беліне байлап атсыздар ма? Ондай да бар ма не Гүлбану? Ойбай осы кезге дейін 2800 бет аштым, мынандай бірінші рет көптім. Санау неге ашылды? Не үшін ол? Қайсы? Ау? Нені айтасың? Нені айтасың? Кеше екеуміз бауырдақты әңгіме айтып отырдық қой. Соны сұрап жатырмын да мен. Жоқ ана беліне байлаған не үшін? Ау? Орамал түсіп кетпесін деп. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Үлкен кісілерге шай қояды, я дұрыс қой. Соны түсіп кетпесін деп жатыр. Екі абысынына да бір 2000-нан беріп қояйын, риза болсын. Өйткені мастер-класс көрсетті. Арасына көп салғанға маған жынданды бұлар еще. Мәңіз. Сіз сәл жақындап тұрмайсыз ба? Мәңіз. Екеуіңіз алдыға шығыңыздар. Екеуіңіз алдыға, мына жаққа шығыңыздар. Аха. Келінге қараңыздар. Келінге қараңыздар. Мынау енді келінжан сіздің абысындарыңыз сізге бәрін үйретеді. Оқтау ұстауды, шай, пәй. Осы кісілерден үйренесіз, Құдай қаласа. Осы сыйластық ретінде абысындарыңызға бір сәлем салып қойыңызшы абысыныңызға. Ақшымылда қалдыңнан ашылғанда қандай ғана сезімде болдың екен. Екеуіңіз не қарап тұстар, салмайсыздар ма? Ай, ақша да алайын да, ойбай сәлем салып тұрған не соқсын? Жаңа берген 2000 салсаңдаршы. Көрдіңіздер ма, папа? Қасына тұрағаныздар. Көрдіңіздер ма, это бизнес по-казахски. Алған ақшамыз қайттан орнына қойдық. Мама, кеңіз. Мына домбырамен келіннің бетін аштыңыз ғой. Мына жерден любой бір... Мама, реттейміз. Ойымдамас қазір істейміз бір бәле. Теріс қап болды, бәрін істейміз. Дей бер, бәрін, дей бер. Құрметті ағайындар, қасиетті домбырамен келіннің бетін аштыңыз ғой, дұрыс па? Домбыраның киесі деген нәрсе бар, білесіз ғой. Любой бір сумма 10 мыңдықтар астында тұр. Қарағыз ауылыма келгенде, күлпілдеген қара жерге түскенде, домбырамды алармын, жүрек сазын шалармын. Мына шегіне қыстырыңыз, қазір бәрі мен алып атыр деп ойлап қалады. Мен вообще мынаған қатысым жоқ. Сосын мына кеше қар ғой, кеше 2 күн бұрын историядан көрдіңіз ба, мен Сарағашқа бет ашарға бардым ғой. Сөйтіп Шымкентте Сарағашта бет ашып жатыр едім, папасы да салды ғой. Папасы ұйқысы келіп отыр ма? Мына маған ба мына? Қалай болып бет ашар? Домбырамды алармын, жүрек сазын шалармын, қайғырғанда еш айтпас. Ноғайдың қайғы. Папаның ойы бар қандай болып тұр ғой, үйге барып 1-2 сағат ұйықтап алсам. Молодец. Папа өйтіп жақтырмай салмаңызшы, өтініш. Сонша тырысып, терлеп тұрып аштық қой. Болады жарны? Бола ма? Батырлар ұйықтамаған түнінде, жүректерге рух берген, соғыстарда күш берген, көпті көрген бомба. Жігіттің 2 сөйлегені өлгені дейді, дұрыс қой. Мен басында айттым, беташар менікі емес, беташар сіздердікі деп. Мына ата-ана разы, Алла разы. Ата-ананың қақары, Алланың қақары дейді. Ей адамдар, бәрінің де ата-анаң бар. Қайғыға салмай жүрегін, ата-анаға дұрыс қараңдар дейді. Мына көп жерлерде ата енесін дұрыс сыйламай жатқан келіндер, бала-шағалар бар. Бәріңіз көріп жатсыздар, ажырасып жатқандар да бар. Сондықтан мына сондай нәрсе болмау үшін мен мына ақшаны таласпай, ата-анасының ай сайын разылығын алу үшін осылай дорба келін мен балаңыз жұмыс істеп, не әкешім, анашым деп сіздерге өстіп ақша әкелуді Аллам нәсіп етсін. Осы бала-шағаларыңыздың қызығына тоймай, алдымызда күліп ойнап жібере беріңіздер. Мына жастарға, жас келіндерге, жас ағаларға айтатыным, ата-анаңа не істейсің, бала-шағаңа 2000% қайтып келеді. Бар кезінде, тірі кезінде сыйлаңыздар, дүниеден өтіп кетіп
өмірден өткеннен кейін көзің ағып кетіп жыласаң да, моласын алтынмен аптап күміспен қақтасаң да бір тиынға да керек жоқ. Сондықтан қыранның келіннің алғашқы табысы құтты берекелі болсын. Тойға жұмсаңыздар. Мама, сізге бір совет айтайын. Мынаны аппақ орамалға түйіңіз да сандықтың түбіне тығыңыз. 9 ай 9 күннен кейін бала дүниеге келеді ғой, сол бесік тойда осыны құртасы Құдай қаласа. Бесік тойға жұғыс кетсін Құдай қаласа, жұғыс болсын. Құрметті ағайындар, енді мен келінге бата сұрайын, ортаға шақырайын аталарымды. Аталарымды шақырмастан бұрын қыранның өзі қайда? Қыран қайда екен? Қыран, қошеметтеріңіз! Ат шаптырып шапан жапқан бар салтың ай, өтсе тағы қилы түрлі талдыр замандар ай, қазақ қана Сіздерге сұрақ, қыран красавчик па? Мына қыранның алғалы жатқан адалжары келіндеріңіз красавица ма? Ай бәрекелді. Мына енді 2 жасқа бата беру үшін мен ортаға арнайлап тұрып, аман болсын қазыналы қариялар су тұнық дариялар. Сіздер берген ақ бата қабыл болып бақытқа жет талай жаниялар деп, мына Беташардың құрметіне, 2 жастың құрметіне, және бүгінгі тойымыздың ашылу құрметіне арнайы аталарымыз кеп отыр. Сақида қожамыз кеп отыр. Айназар атасы, Тұрсын атасы, Төребек атасы, Бақытбек атасы Шу қаласынан арнайы келіп отыр. Нұрмасан ба? Нұрмахан атасы, Серік нағашысы, Нәжмәддин атасы, Нағашбай атасы, және де Еркін төре келіп отыр екен. Аттар аталған барша аталарымызды ортаға құрмет қошеметпен қарсылайық. жердегі жортқан тіршілік, үркейді қанат ашқанда, сыпырылса томаға, қанға бүгір солара, түлкінің де айласы түкке тұрмас обала, жүйріккенде құтылмас, елік қолан далада, самға тұрады, қыран түркі. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағайын, қазір енді біреу алыстан, біреу жақыннан, біреу нағашысы, біреу құда, біреу жақын атасы. Сондықтан неге көп шақырды деп ойламаңыздар. Бәрі де біздің жақын аталарымыз. Қазір әрқайсысында беретін күшті баталары бар. Алақан жайып, тып-тыныш осы кісілердің батасын алайық. Содан кейін дастархан жайғасып, тамақ шығайын деп отыр ағайындар. Аумин! Бата! 2 жасқа, Беташарға атап өзіңіз. Ассалаумағалейкум, тойға келген ағайындар. Мына Санатбай тойларың құтты болсын, оң болсын, балдар бақытты болсын, дәулетті болсын. Ал мен пәте беремін. Я Құдайым оңдасын, береке беріп қолдасын. Мәдина Махамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, солардан болған жәрмедет. Ақтан пайғамбардан шапағат пірлерден медет. Балдарым бақытты болыңдар, дәулетті болыңдар, ақ жолда абыройлы болыңдар. Қадамдарың құтты болсын, құт береке әкелсін, Құдайым оң болсын. Аумин. Аумин, Аллаху акбар. Ал жалғастырайық батан. Бірінші, міне жеңіс құда, Ырай апа, мына тойларыңыз құтты болсын, балдар бақытты болсын. Енді бір пәтия бере. Я Алла жарылқаудың қамын ет. Не тілесең әзірет, соның бәрін қабыл ет. Мәдинеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет, Қызылқұмда Қанарбай ата, солардан болғай жармайды. Балдарың бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, алыс жақыннан келіп отқан ағайын, жақын жоқ құда зекжаттар. Міне бүгін келіп осы қуанышымызға ортақ қойып отқандарыңызға барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына себепші болған балдарымыз бақытты болсын, өмірлі, ғұмырлы болсын. Араларында адал махаббат, екі жақтағы ата-аналарын бірдей сыйласын. Ассалаумағалейкум қонақтар. Бата бер десең қолың жай, жарылқасын бір Құдай.
Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, сіздерден қолғай жарамет ет. Әрқашанға қосылған жастарымыз бақытты болсын, өмір жастар ұзақ өмірлі шөбірлі болып, үлкен отбасы болсын. Ассалаумағалейкум көпшілік қауым, баршаңыздың қадамдарыңыз құтты берекелі болғай. Алла жарылқасын, бақ қарасын, береке беріп, аман етіп, осы бүгінгі бас қосқан жастар өздеріне өзі шақарап көберіп, өмірлі шүбірлі болсын. Санатбаевтардың әулеті жасай берсін, жайнай берсін. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Жеңіз, бәдет, тойыңыз құтты болсын, балдарың бақытты болсын. Бақ қарасын қытардар, жұртқанда жолдарыңыз болсын, қытырата жолдасыңыз болсын. Балдарың жасырақ дәулетті болсын, өмірлі шүбірлі болсын, той-тойға жалғаса берсін, әумейді. Қазына бата жалғасат, шабан киівасын, жақсылық деген атамызда бар екен. Жайылған дейді тағы да. О, қосылып атыр. Жақсылық атасы, жайылған атасы, сіздерді де шақырайық арнайлап батаға. Жақсылық ата жоқ, бұлан кесін, бұлан. Бұлан кесін дейді. Қаумен жалғастырайық, Төребек ата. Құрметті қауым, бүгін мына аюлардың ақ түйесінің қарны жарылып, халықтың партиясын алайын деп, енді барын шашып, дегенде, менің аю нағашым болады. Дендерің сау болсын, бұлақтарымыз осы аюдың қуанышына ортақ болып қылдырған сіздердің қадамдарыңызға нұр жаусын. Дендеріңіз сау болыңыздар. Барлықтардың үйінде осындай той тамаша бола бергей, солардың куәсі бола бергейміз. Және де мынау мен жас балдарыма өзімнің беретін патиям бар. Жарлыққа Алла қабілет, жарылқаудың қамын ет. Отбасының мерекесі, дастарханның берекесін берсін. Құдайым ауызбіршілік, тыныштық, саулық, саламаттық болғай. Халқымыз тыныш, сіз біз аман болайық. Тойың той қоласып, бастарың тойдан айырылмасын, әумин абылақпар. Амин, Аллах акбар. Ата. Жеңка, Бану, тойларыңыз құтты болсын. Көп берсін, береке берсін, отбасына береке берсін. Қосылған жастарымыз бақытты, дәулетті, ырысты, несібелі болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әумин әулақ. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Жеңіз, Гүлбану, мына тойларың құтты болсын. Мына екі жас әрқашан Алланың назарында, бақыттың базарында болсын. Бата берді сен қолың жай, жарылқасын бір құдай. Ұлың өсін ұядан, қызың қонсын қияға, сөйтіп бір болсын көңілің жай. Үбірлі, шүбірлі бол, жусандай түбірлі бол. Амин, Аллах акбар. Қорытынды бата болсын. Енді Шөмекейдің өлкені аспаннан төрт бала туады. Тоқа көнек аспан бозғыл. Шөмекейдің өлкені Тоқа. Міне, Тоқаның ағамыз кеп отыр міне. Батасын берсін. Міне, Жеңіс, Бану, жерім, тойларың құтты болсын. Бану қайда? Ал, бата қабыл етіңдер. Жарылқа Алла қабілет, жарылқаудың қамын ет. Іззет, абырой, бақ дәулет, не тілесең соның бәрін қабілет. Раббана атина фид дуня хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан нар бирахматика архамар рахимин. Бисмилlah. Аумин аулақпар. Аллах акбар, қабыл болсын. Аталарымыздың батасы қабыл болсын. Рахмет сіздерге баршаңызға. Неге шабандарыңыз құтты болсын. Осылай баталарыңыз беріп жүре беріңіздер. Та бір кісі қалды ма? Аға кеңіз. Аумин. Соңғы бата. Та бір-екі адам шыға ма деп күтіп тұрмшы мен. Аумин. Бәрі берді ғой. Іззе дәулет бағдауы дастарханға бермек. Жекі жас бақытты болсын, аумин. Міне өте әдем бата болды.
Аталарымыздың, әкелеріміздің ақ батасы қабыл болып, 2 жас бақытты болсын ағайындар. Дастархан басына шайғасыңыздар. Қасқайып күнге қарайтын, қасиетінің бәрі айқын. Қазақтың халқы киелі, Құрметті ағайындар, жастарға да, жалпы дүбірлі бүгін кешімізге де, беташар тойымызға да, мінекей ақсақалды аталарымыз ақ батасын берді. Енді мына алдарыңызға бұрылып, орындықтарыңыз мына бер бұрып отқандар өз орындарыңызға қарап, салаттан, дәмнен, тұздан, судан жеп алыңыздар. Мынау енді ортаға бүгінгі тойымыздың ыстық асын әдемі күмбірлеген күйімізбен қарсы алыңыздар. Қазір үлкен асқа басқа бата сұрайын төрге барып, ортаға күмбірлеген күймен қазақтың ұлттық асы палау келді ағайындар. Әкелер, аналар, мына тамақтың алдында үлкен бас келді. Басқа қожа атамыздан бата. Үлкен асқа бата, аумин. Зет абырай бақ дәулет, дастарханға береке берсін, отбасыларың береке берсін, бақытты болыңдар, дәулетті болыңдар, ақ жолда абыройлы болыңдар. Мына балдардың қадамы құтты болсын, оң болсын, аумин. Аумин, Аллах акбар. Неге құрметті ағайын, алдарыңызға ыстықтай ас келді. Жақсылап тұрып жеп алыңыздар. Қазір обед, түстің уақыты. Құдайға шүкір, міне беташарымызды өткізіп алдық. Тамақ 5 минут жеп алғаннан кейін үлкен кісілерден тілекті бастап, артынан әдемі кішігірім бір, егер отыратын болсаңыздар, ойын ұйымдастырып, желайшылар тілек айтып, билеп, ойнап, арғарай беташарымызды қызықтығып өткізейік. Мощный приздар, мықты-мықты ойындар дайындап жатырмыз. 11-ші шілде күні, Алла қаласа, Гранд Рояльді шулатамыз түргенді. Сондықтан бүгін енді міне беташарымыз жақсы деңгейде өтті деген ниеттемін. Жақсылап тамақтан жеп алыңыздар. Көңілдеріңіз сәнді, өмірлеріңіз мәнді. Бүгінгі тойымыз құтты, астарыңыз дәмді болсын ағайын. Ал құрметті ағайындар, жақсылап жеп алдыңыздар ма? Бастай берейін ба? Все. Әп, бәрекелді. Ассаламайкум тағы да. Кет баратсыздар ма уже? Сықта кетті да, болды. Қыздар, өзіміз қаламыз. Өзіміз қап тойлайықшы. Қанша терлесек те бит-бит әйтеу бір бәле қыламыз. Мына тілек кезегін берместен бұрын, мына біздің ауылдастардың жақсы көретін бір әні бар. Баласына бір той жасап бере алмай деген тамаша әнді білесіздер ғой. Сол әнді орындап берейін ағайын. Ал сіздердің құрметтеріңізге тамақтың үстінде мен атынан бір ән болсын. Шаттығыңды айтып елге жар салам, той думанға қош келдіңіз барша жан. Айналайын жүрдім сенің алдыңа, жүрегімді жайып тастап ән салам. Айналайын жүрдім сенің алдыңа, жүрегімді жайып тастап ән салам. Той жасаймын шарықтатып ән салам. Ата-анаң осы тойды аңсаған,
баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті қанша адам. Баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті қанша адам. Қыз дегенің қонақ қой ол қашанда, төбесіне алтын қойып бақсаңдай, шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда, шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Асып туған, тасып туған шағында, шығын шығып кетеді деп ойламай, шыққан шығын орнын тауып оралар. Күлім деген ұлың тұрса алдыңда, шыққан шығын орнын тауып оралар. Күлім деген ұлың тұрса алдыңда. Құдай бізге салиқалы ұл берсін, батамызбен болашағы гүлденсін. Отбасында ойнап жүрген ұлдарын, отаныма қорған болар күн келсін. Отбасында ойнап жүрген ұлдарын, отаныма қорған болар күн келсін. Жақсы күндер төрімізге жайлансын, бақыт мәңгі басымызға байлансын. Басқа тойды тойламасаң тойламай, қазағымның ұлы тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойламай, қазағымның ұлы тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойламай, қазағымның ұлы тойы тойлансын. Қазағымның ұлы тойы тойлансын. Ой, рахмет. Бұ не болғаны бұ? Билейміз ба? Ona битик. Құрметті апалар, құрметті аналар, тек қыздар қалды дейміз алды. Аталарым ыстық деп шығып кетті. Главный беташарға қатысты ғой, дұрыс па? Алла қаласа, ойын, тост, би, шоу тойда болады. Мына жерде қазір ат дұши бір жарты сағат билейік, дұрыс па? Патия қылсын ба? Сё. Ата. Аумин. Ас қайыру батасы. Атамнан бата сұрайын. Алақан жайыңыздар. Ya Xudayım olasın, bereke birlik bolsun. Medine'de Muhammed, Türkistan'da Hoca Ahmet, solardan muhacir medet. Aktan peygamberine şefkat pirlerden medet. Baldarın baxtı bolundar, dövletli bolundar, ak yolda avroylu bolundar. Kadamdarın kutlu bolsun, kut bereke kızın, oң bolsun. Amin. Amin. Allahu Ekber. Орнымыздан тұрайық, беті қолды жуайық. Сіздерден қалған палауды біздер барып ұрайық. Қазақша алтырайық, орысша антракт дейді ғой. Баршаңызды әдемі қазақша, хорезм, неше түрлі клубняк, жастарский музыкалар. Ал кеттік ортаға биге. Махаббатым тағыда, ағаң ашу шақырар, жақындасам жаныңа. Ағаларың бар сенің, әлімбай, әділбай, неткен қатал ойпырмай. Ағаларың бар сенің, әлімбай, әділбай, неткен қатал ойпырмай.